Бүгін бізде 13 мамыр ақш еліне келгеніме тура 2 жыл болыпты. Ал үйден кеткелі одан да асып кеткен ғой достар. 2 жылда осы ақш мемлекеті көп нәрсені үйретті негізі. Рахмет айтқым келеді, еш өкпем жоқ. Түгелдей жаңағындай шығындарын бәрін ақтады. Тіпті артық бір деңгейге де жеткізіп жатыр. Жаңа таныстар, жаңа достар, біраз мүмкіндікті беріп жатыр. Ешкімнен кем қылып жатқан жоқ. Тіпті осы жергілікті халықпен бірдей, солардың адамдарымен бірдей табыс тауып жатырмын десек те болады. Мінекей, Аллаға шүкір, барлығы жақсы. Адамдарға да қаншама ақпарат бере алдым. Сөз бостандығы бар. Сөз бостандығының арқасында өзім де күн сайын дамып жатырмын, ізденіп жатырмын. Қаншама жастар бұны көреді, қаншама адамға мотивация, қаншамасы тарихымды біліп осында келіп орналасып жатыр. Сол 2 жылда олардың өздері 1,5 жыл тұрып тастағандар бар, 1 жыл тұрып тастағандар бар. Инстаграмда мен алғаш көрген кезде жаңағындай хабарласып қарасаң, жарты жылдан кейін сол адамдар осы ақшта жүр екен, мінекей. Сол үшін тек қана рахмет айтқым келеді. Сіздерге де осы күн бұйырсын. Сіздерде барлығы жақсы болсын. Мені қолдап жүргендеріңізге үлкен рахмет ағайын.